Бүгінгі таңда Таза Қазақстан акциясы аясында міне Маңғыстау облысы бойынша Ақтау қаласында мына экология департаменті жастармен бірге, волонтерлармен бірге бірлесіп таза жағалау акциясы жүргізіліп жатыр. Осыған орай біздің қала тұрғындарының осы айналаны қоршаған ортаны қорғау, қоршаған ортаның ластануынан мусорларды жинап, осылай акция ұйымдастырып, бәріміз бірігіп атсалысайық дегім келеді. Бәріңізді осы жағалауды тазалауға шақырамын. Таза Қазақстан. Өзіміздің Қазақстанға жалғыз теңізіміз, Каспий теңізінің айналасына келу туристер өте көбейіп кетті. Сондықтан көбінесе мына жерде қазір жабайы туризм деген қатты дамып кетті де. Олар деген келіп, осы жерде мусорларын тастап, ешқандай несі жоқ. Мына жерге орын алмаған, суға түсуге жүрмейтін осы жағалауларға суға түсіп, сол жерде тамақтың қалдықтары бар, пластикалық бутылкалар бар. Сол аяға байланысты міне біздер экология департаменті осы шығып, осы жағалаудың айналасын қоқыс шөнділерден тазалап жатыр. Жалсаздың белсенділігі күшті. Бүгінгі таңда міне қарап отырсаңыз, міне 300-ге адам волонтерлар шығып, осы өзіміздің Ақтау қаласындағы Каспий маңындағы жағалауды таза ұстауға белсенділігін артып отыр. Міне таңертеңнен бастап, міне қазіргі таңда біздер келе жатырмыз. Сол мына жердегі тұрған достар пляжына қарай, сол жаққа қарай бара жатыр. Алдағы уақытта әрине бұл жалғасын табады. Өздеріңізге белгілі, жыл сайын қазір туристер көбейіп жатыр. Осы Каспий теңізін, Каспийді көруге келетіндер адамдардың өздері де бәрі де осы қаланың қонақтары, осы біздің Ақтаудың тұрғындары осы тазалықты ұстап, осы жерде бәрін тазалап, осы жерде осы тазалаудың арқасында осы өзіміздің Каспий жағалауын таза ұстауға ниеттенуді білдіруде.